Сіз өмірде жылдам сөйлейсіз бе, әлде асықпай, баяу сөйлейсіз бе? Әр адамның сөйлеу жылдамдығы да, сөйлеу мәнері де, ырғағы да, дауысы да әр түрлі болады. Бұл көбіне адамның табиғатына, мінезіне және темпераментіне байланысты болады. Бірақ табиғатым сондай екен деп, балға түскен ара секілді ызыңдап, баяу, ұзақ сөйлегенде, немесе артынан ит қуып келе жатқандай тез сөйлеуде дұрыс емес. Ең дұрысы орташа темпті ұстау керек. Темп дегеніміз дыбыстар мен сөздердің айтылу жылдамдығы. Демек, тез сөйлесек, біздің сөзімізді түсінбей қалады, ал ақырын, асықпай сөйлесек, біз тыңдарманды жалықтырып аламыз. Сәлем, сәлем. Менің есімім Мадина. Мен актриса әрі педагогпын. Бұл менің 11-ші сабағым. Осыған дейінгі 10 сабақты көру үшін дәл қазір сұқ саусағыңызбен подписаться деген кнопканы басып жіберіңіз. Ал оның жанында лайк кнопкасы бар. Оны да басуды ұмытпаңыз. Ал жаңа сабақтың шыққанын қалт жіберіп алмас үшін қоңырауды да қосып қоюды ұмытпағайсыз. Бүгінгі 11-ші сабағымыз жылдам сөйлейтіндерге де, жай сөйлейтіндерге де өте пайдалы. Сондықтан осы видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Ораторлық өнерде активная речь және вялая речь деген екі түсінік бар. Активная речь дегеніміз яғни белсенді, ал вялая дегеніміз созылыңқы, шұбыртпалы сөйлеу мәнерін айтады. Достар, осы жерде өзімнің өмірімнен сіздерге мысал келтірейін. Мен табиғатымнан өте жылдам адаммын. Жылдам қозғаламын, жылдам сөйлеймін, жылдам ойлаймын. Бірақ бұл жылдамдықты мен пайдама да асыра аламын. Қажеті жоқ жерде тежей де аламын. Демек, сіздер де өздеріңіздің ерекшеліктеріңізді қажетті жерде пайдаңызға асырып, қажеті жоқ жерде тежеуді үйренулеріңіз қажет. Енді ең алдымен асықпай, баяу, шұбыртпалы сөйлейтін адамдарға тоқталайық. Ол кісілерге менен бір кеңес. Тіліңізді жылдам, таза, анық ету үшін көбірек жаңылтпаш жаттаңыз. Жаңылтпашты жатқа тез айтуға тырысыңыз. Осы жерде сіздерді бас салып, жаңылтпаш жаттатпас бұрын жалпы жаңылтпашқа тоқталғым кеп тұр. Әдетте біз жаңылтпашты әйтеуір бір судыратып айтып шығатын 4 жол болмаса бір 6-8 жолдық материал ретінде ғана қабылдаймыз. Ол дұрыс емес. Неге біз жаңылтпашты тез айта алмаймыз? Өйткені біз оны түсінбей айтамыз. Шала шарпы жаттап аламыз, бірақ мағынасына үңілмейміз. Қарап тұрсаңыз, жаңылтпаштың да айтатын ойы бар. Ол жерде де кішігірім сюжет бар. Егер сол сюжетті, сол мағынаны өзіміз түсініп алатын болсақ, бізге айтуға да оңай болады. Оңай айтылған дүниені біз тез де айта аламыз. Дәл осы схемамен балаларыңызға жаңылтпаш жаттатып көріңіздерші. Олар да тез жаттап алатын болады. Және жаттағанын тез айта алатын халге жетеді. Ал қанекей, ол схеманы түсіну үшін дәл қазір сіздермен бір-екі жаңылтпашты алып, оның мағынасын талдап, оны жаттап, оны
тез айтатын халге бірге жетейік. Ал мысалға мынау бір жаңылтпашты алайық. Шөжем деп шешесі бәйек, шешем деп шөжесі бәйек. Шешесі шөжем жесін дейді, шөжесі шешем жесін дейді. Қараңыздар. Шөжем деп шешесі бәйек. Ана байқұс баласы үшін шырылдап жатыр ғой. Ал шешем деп шөжесі бәйек. Яғни баласы анасын ойлап тұр. Анасы баласын ойлап тұр. Шешесі шөжем жесін дейді. Ал шөжесі шешем жесін дейді. Түсіндіңіздер ме? Ананың көңілі балада, баланың көңілі анада болып тұр. Мағынасы кәдімгідей ойласаңыз терең. Ең бірінші кез келген жаңылтпашты дәл осылай алып, мағынасын түсініп аламыз. Одан кейін 3 ырғаққа салып айтамыз. Бірінші ырғақ өте жай, екінші ырғақ орташа, ал үшінші ырғақ жылдам. Тағы да осы жерде бір кеңес айта кетейін. Жаңылтпашты тез жаттау үшін, ұғу үшін сөздерді бір-біріне қарама-қарсы қойып айтыңыз. Бағанағындай, шөжем деп шешесі бәйек, шешем деп шөжесі бәйек. Шешесі шөжем жесін дейді, шөжесі шешем жесін дейді. Көрдіңіздер ме? Біз сөздерді бір-біріне қарама-қарсы қойып жатырмыз. Ал қанекей, осы жаңылтпашты бірге айтайық. Жай ғана қарап отырғаннан сіз бұл жаңылтпашты жаттап алмайсыз. Оны тез айта алмайсыз. Менімен бірге қосарланып айтып отырыңыз. Бірінші ырғақ өте жай. Шөжем деп шешесі бәйек, шешем деп шөжесі бәйек. Шешесі шөжем жесін дейді, шөжесі шешем жесін дейді. Ал екінші ырғақ орташа. Шөжем деп шешесі бәйек, шешем деп шөжесі бәйек. Шешесі шөжем жесін дейді, шөжесі шешем жесін дейді. Ал енді үшінші ырғақ жылдам. Шөжем деп шешесі бәйек, шешем деп шөжесі бәйек. Шешесі шөжем жесін дейді, шөжесі шешем жесін дейді. Дәл осы схемамен келесі жаңылтпашты алайық. Былдыр-былдыр бүлдіршін, бұл бір білгір бүлдіршін. Білгір бұл бір бүлдіршін, білгірлігін білдірсін. Ұғынып мағынасын түсінеміз. Былдыр-былдыр бүлдіршін, бұл бір білгір бүлдіршін. Білгір бұл бір бүлдіршін, білгірлігін білдірсін. Дәл алдыңғыдай 3 ырғақта айтып шығамыз. Бірінші ырғақ өте жай. Былдыр-былдыр бүлдіршін, бұл бір білгір бүлдіршін. Білгір бұл бір бүлдіршін, білгірлігін білдірсін. Екінші ырғақ орташа. Былдыр-былдыр бүлдіршін, бұл бір білгір бүлдіршін. Білгір бұл бір бүлдіршін, білгірлігін білдірсін. Ал енді үшінші ырғақ тез. Былдыр-былдыр бүлдіршін, бұл бір білгір бүлдіршін. Білгір бұл бір бүлдіршін, білгірлігін білдірсін. Осы жерде тағы да бір дүниені айта кетейін. Жаңылтпашты жылдам, таза, анық айту үшін жаңылтпашпен жұмыс жасамас бұрын артикуляциямен, дикциямен жаттығу жасап алыңыз. Ол жаттығулардың барлығы менің осы каналымда арнайы сабақтардың ішінде бар. Міндетті түрде соларды көріп жасап алыңыз. Оның пайдасы өте зор. Жоғарыда айтылғанның барлығы
жай, баяу, шобыртпалы, созылыңқы сөйлейтін адамдарға арналған әдіс тәсіл. Яғни, ең бірінші артикуляция мен дикция мен жаттығып жұмыс жасап аламыз, одан кейін кез келген жаңылтпашты аламыз, оның мағынасын түсініп аламыз, ол жаңылтпаштағы сөздерді бір-біріне қарама-қарсы қойып айтамыз, және ол жаңылтпашты 3 ырғақта айтамыз. Ал енді келесі әдіс тәсіл керісінше арттарынан ит қуып келе жатқандай жылдам, асығыс, аттан түскендей апыл-ғұпыл сөйлейтін адамдарға арналады. Ал енді жылдам, тез сөйлейтін адамдарға тежегішті қалай басу керек, қалай баяулату керек, соған тоқталайық. Жылдам сөйлейтін адамдарға сөйлеу барысында кідірістер, паузалар жасау керек. Яғни, сөйлеп тұрған кезде ойша үтір, нүкте қойыңыздар. Дәл қазір сіздерге мысал келтірейін. Мен сөйлеп тұрып, сөздерімнің арасына ойша нүкте үтір қоямын. Мұқият болыңыздар. Сонымен, достар, сіздерге сабақтың басында айтқан болатынмын. Қоңырауды міндетті түрде қосып қойыңыздар. Не үшін? Себебі мен бұл каналға кейбір сабақтарды уақытша саламын. Ол уақыт өткеннен кейін мен ол сабақтарды өшіріп тастаймын. Ал қоңырауды қосып қоятын болсаңыз, сіз ол сабақтарды елдің алды болып көресіз, көріп үлгересіз. Ұқтыңыздар ма? Бұл жай мысал емес, шынында да солай. Сондықтан да міндетті түрде подписаться етіп, қоңырауды қосып қойыңыз. Көрдіңіз бе? Мен сөйлеу барысында кідірістер жасадым. Өзімді тежедім, үтір қойып, нүкте қойып сөйледім. Достар, күнделікті жаттықсаңыздар, тезде сөйлеп үйренуге болады. Баяу да сөйлеп үйренуге болады. Барлығы өзіңіздің қолыңызда. Еңбек, 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 бәрін жеңбек деп бекер айтпайды. Жылдам сөйлейтін адамдар үшін тағы да бір тамаша әдісті айтып өтейін. Кез келген кітапты аламыз. Енді мұқият болыңыз. Бір сөзді оқығаннан кейін сіз ойша сол сөзді дублировать етесіз. Яғни, сол сөзді іштей қайталайсыз. Сол кезде кәдімгідей пауза пайда болады. Мұқият болыңыз. Ертеде, мен ішімнен ертеде деп айтып тұрмын. Бір, бай. Оғып тұрсыз ғой, қараңыз. Ертеде, бір, бай, болтты. Байдың жалғыз баласы болтты. Көрдіңіз бе? Оқу барысында әр сөзден кейін сол сөзді ішіңізден қайталап, яғни дублировать етіп отырасыз. Басында бұл қиын, бірақ қандай кітап, қандай журнал, қандай пост, статья оқысаңыз да, осы тәсілді қолдансаңыз, уақыт өте келе, сіз автоматты түрде баяу оқып, баяу сөйлеп үйренесіз. Достар, өздеріңіздің қалай сөйлейтіндеріңіз өздеріңізге білінбеуі мүмкін. Өздеріңізді тексеру үшін көбіне мынау WhatsApp желісінде голосовой сообщение жібереміз ғой. Өзіңіздің жіберген голосовой SMS-іңізді бірнеше рет тыңдап көріңіз. Өзіңіздің дауысыңызды сырттан естіңіз және өзіңіздің дауысыңызға баға беріңіз. Егер тым жылдам сөйлеп кеткен болсаңыз, келесіде сәл баяулау сөйлеңіз. Ал егер быдыңдап,
шобыртпалы, ұзақ, жай сөйлеп кеткен болсаңыз, келесі голосовойды жібергенде сәл жылдамырақ сөйлеңіз. Осымен біздің 11-ші сабағымыз да тәмам. Егер осыған дейін лайк баспаған болсаңыз, дәл қазір қойып кетуге уақытыңыз бар. Одан кейін комментарий бөліміне осы сабақ сізге пайдалы болды ма, несімен пайдалы болды, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Кері байланыс мен үшін өте маңызды. Келесі кездескенше аман болыңыздар, еркін сөйлеңіздер.